Бүгінгі іс-шара Қазан фестивалі деп аталады. Бұл бейнелеу өнері және мынау дизайн мамандықтарына арналған. Біз университетте 3-ші жыл осымен қатар жалғасын тауып келе жатыр дәстүрлі түрде. Қазан фестиваліне бүгін қатысып жатқан фестивальға мынау біздің Қастеев атындағы колледжден 80 студент, өзіміздің Әуезов университетінен, өнер факультетінен 70-80 студент, тағы қасымыздағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінен, Сапарбаев университетінен деген сияқты бірнеше жоғары орынды студенттер қатысуда. Бұның мақсаты жалпы біздің өнер мамандықтарының негізі бұл академиялық суреттен академия кескіндеме деп айтылады. Соның ішінде мына кескіндеме бойынша біздің күзгі жеміс-жидектен піскен уақытта Қазан фестиваль тақырыбында болғандықтан осы жеміс-жидектен құралған натюрмортты салу. Бұл жерде бірнеше критерий бағаланады. Бұл жерде студенттердің өздерінің жалпы өнерде жүргендегі шығармашылығын, шеберлігін, өздерінің жаңағы шеберлігін, іскерлігін көрсететін уақыт. Сондықтан да осы жерде нағыз барлық себеттің, мынау өнердегі, мынау кескіндеме өнеріндегі барлық түстердің сонда бір жиынтығы жиналған уақыт Қазан фестивалында. Күзгі алтын күз деп айтылады ғой, сол сияқты осы жерде мынау түстердің үйлесімділігімен байланысына байланысты критерий бойынша балдар байқауға қатысады.